Так. Саламатсыздар ма? Қалдарың қалай? Үйге не болып кетті? Так. Ойбай. Так. Қалдарыңыз қалай? Бүгін қорқыныш туралы ақпарат беремін. Так, бүгін қорқыныш туралы ақпарат беремін. Кішкене адамдар жиналсын. Так. Бәрі жақсы ма? Карантиннен кейін өздеріңізге келіп жатырсыздар ма? Так. Сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай? Өздеріңізге келіп жатсыңдар ма карантиннен кейін? Мен енді келіп жатырмын өзіме карантиннен кейін. Карантинде өте оңай болған жоқ мағанда. Себебі жан жақтан паническая атака, фобия көтеріліп жатты, стресс көтеріліп жатырған адамдар жан жақтан хабарласып жатты. Оның үстіне отбасымызда тоже бізде шүкір жақсымыз дейді, Аллаға шүкір, иә. Сол карантин кез бәрімізге де оңай болған жоқ. Аллаға шүкір, әйтеуір аман есен шығып жатырмыз сол карантиннен. Осы кездерде көптеген қорқыныштар, фобиялар көбінде көтерілді. Енді алдынан берде осы қорқынышты туралы марафон жүргізем деп айтып жатырмын. Кішкене енді есіміз жиып өзімізге келіп алайық. Мына сабақ бітіп жатыр балалардың да. Барлық ұстаздардың бәрін оқу жылының сәтті аяқталуымен құттықтаймын. Ата-аналарды да құттықтаймын осы оқу жылы сәтті аяқталғанына. Демалыс басталады, Алла бұйырса. Енді өзімізге келуге керемет мүмкіндік. Карантин болды, балалар сабақ онлайн оқыды, оның бәрі көптеген нагрузка болып кетті. Бір осы бөлмеде үйде бәріміз қамалып қалдық, иә. Өте сонда қиын жағдай болды. Оның қатар қазіргі адамдардың бәрі эгрегор, иә, көбісі жаңағыда ауырды, қозды деген сияқты. Енді оның бәрі бар нәрселер ғой, жоқ нәрсе қозбайды ғой. Енді қорқыныш туралы мен өзекті тақырып қозғағым келеді. Алдынан да бері менен сұрап жатыр, қорқыныштан да арылу үшін не істеу керек деп. Бірақ бір дайын коробка салып қойған менде конфет жоқ. Олай болса мен сендерге от души бере салат дедім. Ондай конфетім болса да. Себебі мен алдында осы марафон ораза басталмай тұрып мен не жүргіздім да. Марафон жүргіздік біздер. Гаухар ханым екеуміз бірге ұйымдастырып 45 күндік марафон жүргіземіз деп марафон өткіздік. Марафонның барлық тақырыптары өкпе реніштен арылуға арналды. Енді қазір оны не үшін қозғап отырмын деп отырсыңдар ғой да. Себебі мына қорқыныштардың бәрі осы өкпе реніштен басталады екен. Қараптан қарап қорқыныш басталмайды екен. Өкпе реніштен басталады. Сондықтан мен өкпе реніштен бірінші бастасақ, қорқынышымызда сейіле бастаса, келесте уже оны алып тастауға жеңіл әрі оңай болады. Мысалға мен осы парақшамның астында көптен техникаларын бердім өзім қолданатында, бірақ көбісі түсінген жоқ. Мысалы бір қыз маған айтады, мен оқыдым иә деп сөйдеді, бірақ қолдана алмадым. Енді сіз маған келіп сол техниканы түсіндірген кезде маған оңай болып көрінді деп сөйдеді. Бұл жерде мәселе техникада емес, мәселе бұл жерде специалистің сіздерге жүргізуінде да. Біреулер оңай жүргізеді, біреу қиын жүргізеді. Енді ол әркімге байланысты. Егер сіз өз жұмысыңызды қиын көрсеңіз, әрине ол қиын болып жүреді да. Мысалға мына жұмысқа баратындар, вақытта кететіндер да, прям жұмысқа кетем, вақытта кетем деп қиналып барып келеді мысалға да. Егер қуанып барып келетін болса, онда уақытта тез жүру мүмкін еді. Сақтайсыз ба, жолда едім дейді, рахмет дейді. Негізінде эфир сақтамайым деп шығып едім мен жалпы да. Енді эфир сақтайын, енді сұраныс болып атырғасында, бірақ 2-3 күннен кейін удалить етіп тастаймын. Жарайды ма да, келсек те, солай да. Себебі мен өзім парақшамды несеп тастайды, өзім парақшам записке толып кете ма деп тұрмын. Баяғында уже стористі бет жазылып тұрмайды, лентаға шығады екен қазір запистердің бәрі. Онда шығарайын, иә.
Жалпы этот қорқынышты біз арыла аламыз. Қорқыныштың бәрі біздің неден пайда болады? Жиналған өкпе реніштерден пайда болады, иә. Қызық сияқты естіледі да. Маған да сол басында өте қызық сияқты естілетін. Қорқыныш қайдағы өкпе ренішке қарап қалды ма деген сияқты да. Причем тут қорқыныш деген сияқты. Причем тут өкпе реніш да. Фобия, қорқыныш. Мысалы, анау болып қалады, мынау болып қалады, түрлі қорқыныштар, ақшам жетпей қалады, ақша болмай қалады деген сияқты да. Балам ауырып қалады деген сияқты түрлі дәрілерді әкеліп қоямыз да. Анаған бірден болып қалады деген сияқты осындай бір үреймен жүреміз постоянно да. Осы үрейден біз арылмай, ол бізге не істейді? Жаңағыдай подобное притягивает подобное дейді, иә. Яғни біздің неміздегі санамыздың ішіндегі соған байланысты нәрселерді шақыра береді. Мен постоянно айтам да, егер мен жан мен тән ортасындағы үйлесімділік орнатушы болсам, біздің тәніміз, санамыз бірдеңені түсіну үшін жан мен тәннің ортасында керемет бір мост бар, да? Ол мостты психика деп атаймын мен. Ол мостты. Себебі осы психика деген мост, да, мынандай бір мост көріне ма сендерге, көрінбей ма? Бізде жан мен тәннің ортасында специально мост болады. Яғни біз кейде болады ғой да, не қалап тұрсың деген кезде, білмеймін, түсінбеймін деп жатады адамдар да. Не қалап тұрсың дегенде, ой, білмеймін, сол білсем саған келем ба деген сияқты адамдар маған жиі сұрақтар қояды. Білмей тұрмын ғой сол не қалап тұрғанымды. Білсем саған келем ба деген сияқты маған түрлі әңгімелер айтып жатады. Жарайды, жақсы. Енді біз неге өзімізді не қалап тұрғанымызды білмейміз да? Маған не жетпейді осын білмеймін. Вроде үйім бар, денім сау, балаларым бар, шүкірмін. Бірақ маған бірден жетіспейді. Бірақ өзім түсінбеймін не жетіспейтін. Солай ғой да. Бұл жерде жан мен тән ортасындағы мост не істеген? Орнықпаған. Да? Осы мостты, да, мысалға, мостты мен психика деп атаймын, да? Мосты мен көбінесе осындай психика деп айтам. Міне көрініп тұрған шығарда дөңгелек. Яғни мынау тән, біздің санамыз, ойымыз, мынау біздің жанның қалауы, тәннің қалауы. Яғни ұйықтау, сусын ішу, демалу, серуендеу деген сияқты да. Әдемі көйлек кию, әдемі сәнді зат алу деген сияқты, иә. Тыныс, таза ауада тыныс алу, ұйықтау, тамақ ішу, шомылу деген сияқты. Жаңағыдай тәннің қалаулары. Міне, да? Көрсеттім ғой да, тәннің қалаулары. Кейде біз тәннің қалауларын жасамаймыз, иә? Ал асылдағы жанның қалаулары. Жан нені қалайды? Жан, мысалға, өзінің арманын орындағысы келеді. Жан ләззат сезінген, жан махаббат сезінгісі келеді. Жан қуаныш, эйфория дейміз ғой, да? Вдохновение дейміз ғой, сондайды сезінгісі келеді жанда. Міне, жанның қалаулар. Бірақ кейде біз соны түсінбегендіктен осы шығар, қалауымыз мынау шығар деген сияқты жорып көріп жатамыз да. Кейде уақытша беріп жатады, кейде шыменде беріп жатады да. Түрлі әйтеуір проб ошибок көріп жатамыз. Міне, ортасында мен көріп тұрсыңдар да, сызып қойған. Бұл психика деп аталады. Психика. Көрдіңіздер ғой, психика. Осы психиканы не істеу керек? Жұмыстанамыз. Психологтың мақсаты осы психикамен жұмыстанады. Мына екеуінің ортасында забор тұр қоршалып. Сонда екеуі бірімен бірі байланыста бола алмайды. Сонда екеуін байланыстырған кезде үлкен күшті заборлардың бәрі жаңағы. Қорғаныс механизмдер ғой. Бала кезімізден бірдеме болып қалар деген сияқты сақтанамыз, қорғанамыз, бәрін істейміз алдын алу. Инстинкт самосохранения да. Ол кезде бала кездегі жасаған нәрселердің бәрі дұрыс. Себебі біздің психикамыз әлі әлсіздеу болды. Сондықтан біз соны қорғадық. Ал енді есейдік, бізге қорғану еш қажеті жоқ, бірақ біз қатты қорғанып қалғандықтан психикамызда осындай забор орналасқан. Міне, қатты бетон жасалған забор. Көрдіңіз бе? Осы заборды біз бала кезімізден бір-біріне кирпиштер қойып, қорғанып үйреніп қалғанбыз. Енді сенейік десек, ашылайық десек, ашыла алмаймыз. Неге? Бірдеңе бізге кедергі болып тұрған сияқты. Себебі осы жердегі көрсетіп тұрғандай забордың ішіндегі мынау біз құттай бала кезімізден қорғанып қалғандықтан бала кезімізден көрдіңіздер ғой да, мына қорғанып прям бетон болып, кәдімгідей забор болып қалғандықтан біз өзімізді түсіне алмай жүрміз. Осы психологтың
забордың мақсаты негізінде осы заборды не істейді, жемендеп ашып, екеуінің ортасында мост орналастырады. Вот. Бұл жерде кейде біз қорқып жатамыз. Нақты конкретно айта алмаймын, мен мына нәрседен қорқам. Кейбір жігіттер айтады, апай мен айта алмаймын сізге нақты қорқам деп, бірақ бірдеме жүрегімді дүрсілдеп қорқып тұрамын дейді, да? Ол мына жақта қорқыныш емес, мына жақта қорқыныш, ол мынаның ішіндегі қорқыныш. Себебі ол забордың ішінде олар шулап жүр, улап жүр деген сияқты. Енді метафорикалық тілмен айтатын болсам, олар сөйтіп шулап, сөйтіп жүр. Сондықтан біздер қорқа бастаймыз, түрлі фобияларға берілеміз. Осының бәрі просто так болмайды. Жаңа айтып кеткенде бәрі реніштерден, құрттай реніштерден басталады. Ең алғашқы реніштеріңізді естеріңізге түсіру арқылы білесіңдер, да? Ең алғашқы реніштерің ол сіздің құрттай кезіңіздегі 5 жастан бастап пайда болған реніштеріңіз, Уже біз ересектерді манипуляциялық жасап бастаймыз. Одан кейін ол әдетке айналады, да? Содан кейін біз постоянно ренжіп тұруымыз керек болады. Осындай реніштерді бойымызды жиналай берген сайын адамда не пайда бола бастайды? Қорқыныштар пайда бола бастайды. Қорқыныштардан ең бірінші арылу үшін ренжімеу әдетін үйрену керек, ренжімейтін, да? Мысалға, мен марафонның басында, да, оразай басталмай тұрған кезде, мен марафонға реніштен арылу туралы не жібердім, жарнама жасадым, да, марафонға шақырдым. Сол кезде, мысалға, көбісі мынандай анкетаға былай сұрақ бет. Мен реніштен әлі арылуға дайын емеспін. Мен ренішсіз өмірімді елестете алмаймын деді. Ол адам өзін алдағы уақытта қорқумен өмір сүруге дайын етіп, уже өзіне программа жасап жатыр. Былай қарап тұрған кезде адамға ешқандай зияны тимейді, ешқашан. Адам тек қана үлкен зиянды, тек қана өзіне ғана істей алады, жасай алады. Неге өйтіп айтып атым? Себебі айналамыздағы адамдардың бәрі біздің ұстаздарымыз, Алла тағаланың құлдарымыз, Алла тағала бәріміз жаратты. Бәріміз Алла тағала бірдейміз, Сондықтан ол адамдарды да ол Алла тағаланың қалауымен солай болу керек болды, мысалы қарап тұрған кезде. Демек, солай болған дұрыс, мысалға. Мейлі бізді ренжітеді, ол адам, неліктен бізді ренжітеді, мысалы қарап тұрған кезде, да? Біз кейбір нәрселерді дұрыс жасамай жатамыз, да? Біз ол адамға ренжи берген сайын, біз өз қатемізді түсінбейміз. Не үшін, ол адамды кешіру кейде оңай емес болып жатады. Мен ол адамды ақтамаймын, мен ол адамды айтпаймын, да, жаңағы ренжігенді прям көзін жұма салда кешіріп, кейде қиын болады, түсінем. Бірақ соның астынан өзіне өсуге, рухани өсуге бұл қандай сабақ беріп отыр, қандай сізге Алла тағала не беріп отыр, да, осы адамның арқылы. Сонда түсіну керек. Мысалы, мен көп нәрселерде өзімнің жеке шекарамды қолданып білмейді екенмін. Осыны үйренгеніме түсіндім. Осы реніштен кейін мен соны түсіндім. Сондықтан Алла тағалаға рахмет айтамын деген сияқты адам кешіру керек. Енді реніштен арылғысы келмейтін адамдарға выгодно, психологически выгодно, маған выгодно, мен олсыз елестете алмаймын дейтін адамдар бар. Себебі олар өмір бойы қорқынышпен өмір сүреді. Енді осы реніштен біз арылып жатырмыз. Енді соңғы біздің субботада тағы да 1-2 сабағымыз қалды. Өткізіп тастаймыз. Алла бұйырса, біздер қорқыныштан арылу техникасын бастаймыз. Қорқыныштан арылуға мен көбінесе арт-терапиямен жүргіземін онлайн түрде. Неге арт-терапия деп ойлайсыңдар ма? Себебі арт-терапия өте тиімді, қолайлы, жеңіл, тез нәтиже беретін техниканың бір түрі. Мысалы, кейбір психологтарға келеміз, анашымызды айтып атымыз, кейбір ұнамайтын нәрсені айтқымыз келмейді, больно, айтқымыз келмейді, есімізге түсіріміз келмейді. Ал просто жаңағыдай арттың көмегімен просто сендер жаңағыдай сызу арқылы или берілген бір техниканы қолдана отыру арқылы жеңіл, тез босата аласыздар. Ең экологиялы, ең тиімді, жан жарамызға тимейтіндей, да, мысалға, психоанализға келетік болсақ, онда психоанализда, сендердің жараларыңызды, прям бар ғой, мына ауырып тұрған мен жарам, мен бұрын сатқындық жасап кетті, мені қорлап кетті деген жан жарасы да жұлып алады. Жұлып алады, қабығын алады, жұлып алады. Неге?
емдеу керек қой ол жерде, солай емес па? Кішкене бір шыдауыңыз керек, бірақ қанағат жазылу үшін да. Кейбіреулер жан жарасын емдегісі келмейтіндерге айтамын, егер өздерің өбектеп жан жараларыңызды емдегіңіз келмейді, прям қорқатын болсаңыз да арт терапияның көмегімен де емделуге болады. Не обязательно прям бүйтіп қинататын методке бармай-ақ қойсаңыз да болады. Жан жараны емдемеген кезде жан жара не болады деген сендер сұраққа жауап берейін бе? Жан жараларыңыз емдемейтін болсаңыз да, мына жан жарасы тұр ғой да? То есть мана көрсетіп кеткен психиканың мынау жан, мынау тән, ой, сана, мынау жан, соның ортасында мынаның ішінде психикада не болды? Жара орналасты, осы нәрсе не істейді? Соған ұқсас проблемаларды сценарий ретінде сіздің өміріңізге тарта береді. Сондықтан сіздер кейбір айтуы мүмкінсіздер. Не болды, мені шыр айналдырды ғой. Бір проблемадан енді құтылып есімді жинап жатыр едім. Алла тағала кешірші, мен дұғамды айтып дейді. Енді екіншісімен шайқап жатыр. Екіншісінен енді басымды көтеріп, енді өзіме келіп жатыр. Үшінші проблема мына жерде адам ренжітіп жатыр, бірдеңе жасап жатыр деген сияқтылар бола ма? Неге? Себебі манағы жан жараларын сіздер емдемей, полностью одан арылмай, ол сіздердің түпкі саналарыңыз ішінде тұр. Айтып кеттім ғой, мынау жан, мынау тән, мынау жан. Яғни мен жан мен тәннің ортасындағы үйлесімділік орнатушымын. Жан мен тәннің ортасында тек қана үйлесімділік орнатамын. Жан мен тәннің ортасында үйлесімділік орната отырып, психика мен мост жасаймын. Яғни жан мен тән бір-бірін өздері түсіне алады. Сондықтан адам өзін түсіне алады. Неліктен олай бөлін сұрақтарына жауап ала алады, Оған бірдеңе айтып, бірдеңе түсудің еш қажеті болмайды. Сондықтан осы жағдайдан тек қана шығудың жолы енді осы өкпе реніштерін біздің бір-екі сабағымыздан кейін Алла бұйырса біз деген қорқынышқа туралы дайындаймыз. Тек қана мына түсінем. Жарамен жұмыс жасау оңай емес, өте оңай емес. Ең тиімді әдісі ол жаңағы айтып кеткен арт терапия. Көбісі айтады, мен сурет салып отырамын ба, мен бала құсап шималақта отырамын ба деп сөйдейді. Сіздердің айтып кетейін, психикаларыңызға бәрібір баласыз ба, ересексіз ба, 30-дасыз ба, 40-дасыз ба, ол боль, жара сіздің көңіліңізде қалған дақ тұра береді. Қазақта мынандай сөз бар, көңілге қалған дақ деген. Ол сөздің мағынасы психика не істелген, травма алған. Яғни әйнектің беті сырылады ғой, дәл сол сияқты, телефондардың бетте сырылып қалса шықсымайды, сол сияқты психика не істеген, царапина болған, сырылған, демейте да? Соның бәрін жанарту керек болады. Сондықтан бұл қазақтың сөзінде үлкен мағына жатыр. Көңілге түскен дақ деп айтады. Көңілімді қалдырған деген сөз бар. Мына метафорикалық тілдің бәрі бостан-босқа айтылмайды. Мысалы қарапты. Қанымды қарайттың деген сөз бар. Былай қарап тұрсан, оны физиологиялық жолмен тексеретін болса, қаны қап-қара мұнайдың түсіне айналып кеткен ештеңе жоқ. Былай қарап тұрғанда. Демек, жан солай қарайғанын сезініп жатыр. Яғни бұл жанда болып отырған проблема. Оны міндетті түрде не істеу керек? Психолог маманмен келіп, шешіп, өмірлеріңіздің сапасын жақсарту керек. Егер жаңағыдай құрсыншы өзі кетеді ғой деп жүре беретіндер де бар, пожалуйста, да, бірақ осындай нелерге, тегін сабақтар, марафондарға, профилактика алдын алу шараларын қатысып біліп алуға болады. Ал енді экстрені кім келеді? Уақытым жоқ, сосын деп бір күйбін тірлікпен жүреміз ғой, әйелдер енді көбінесе, да, солай емес пе? Ер адамдарда көбінесе сөйтіп жүреді. Ана тірлік бітіріп алайын, мына тірлікті бітіріп алайын деп жүреді. Арада 5 жыл өтеді, 10 жыл өтеді. Сол кезде уже бір стресстен, екі стресс, үш стресс қаптап кеткен кезде уже адам өзін әлсіз сезініп бастайды, көңіл күйі жоқ болып бастайды, ештеңе істеуге зауқысы жоқ болып бастайды, мотивация деген ештеңе жоқ, ештеңе қызықтырмайды. Бір әйтеуір сүйретіліп жүрген адам сол кезде ғана маман іздеп бастайды. Бірақ не обязательно ондай күнді күту, мен сендерге айтайын деп отырғаным. Не обязательно. Ондай кезде біреулер айтады да, не істеймін, бостан-босқа ақшамды шашып дейді, мысалы қарап тұрғанда да. Ол ақша шашуда емес мәселе. Ол сіздің жаныңыз, сіздің рухыңыз, сіздің жігеріңіз, да? Ол сіздің алға ұмтылатын энергияңыз, былай қарап тұрған кезде. И ол ақша шашуда емес. Мысалы бір өте сосын дейді. Мысалы сендер деген жаңағыда ең соңында уже стресске түсіп, арада 15-20 жыл құртып келген кезде 5 сеанстың ақшасы кетеді, мысалы қарағанда, да. Ал кейбіреулер бар, просто енді стресс басталып жатыр, да, уже 3 ай болды, 6 ай болды, 8 ай болды, сразу келеді, да.
Вот сразу тогда да, можно бір сеанста сразу шешіп кете береді. Енді мына психологке бару үшін ол міндетті түрде жынды науқас ауру болып қажет емес. Мына біз деген әйелдер гинекологқа барып тұрамыз, стоматологке жылына бір-ақ рет көрініп тұрамыз. Сол сияқты маманға қаралып тұру как бы гигиена нормаға айналу керек, яғни профилактика гигиенаға айналып тұру керек. Салауатты өмір салтын құратын адам ретінде, иә. Вот. Мысалы, мен қазір үшіншімді босандым деген сияқты, үйімде қазір отбасында проблем болып жатыр деген сияқты, мен уже нервный болып жатырмын, балаларыма көңіл бөле алмай жүрмін, өзіме көңілім толмай жүр, сол үшін шешуге, сол шешіп кетеді. Одан кейін бір балам үйленіп жатыр қазір деген тағы да осында. Психологқа обязательно емес, да, отырып алып 20-30 жыл келіп қатынап, ондай емес. Проблема туындады ма, келдіңіз, кеттіңіз, болды. Проблема туындады, келді, кетті, и все. Мен өзім клиенттерім бар, именно солай жылына бір-ақ рет келіп тұрады, болды. Жылына бір-ақ рет келіп өздері хабарласады. Олар нормально, то есть өзінің денсаулықтарына немқұрайлы қарамайды. Проблема туындады, шешті, проблема туындады, шешті. Сондықтан жан мен тәннің ортасында үйлесімділік орнатуға болады, тек қана біздер психикамен жұмыс жасаймыз, иә. Айтып кеткенде мост дедік қой манағыда, экранда көрсетіп отырғандай. Осы немен мостпен жұмыс жасаймыз, иә. Жан, сосын тән, то есть тән, сосын жан. Біз кейбір нәрселерді түсінбей жатамыз, қалай сұрақтарға жауап таба алмай жатамыз, да? Вроде түсінген сияқты боламыз, бірақ жоқ. Себебі жан мен тәннің ортасында осындай не тұрады, жаңағыдай мынандай шарбақ сияқты нәрсе тұрады. Осы шарбақты ол бала кезден бастап біз өзімізді қорғап келдік. Бала кезімізден бастап қорғап келдік. Сондықтан ол бетонға айналды, сосын жан мен тән бір-бірін түсіне алмайды. Не сезіп тұрсың, білмеймін. Не ойлап отырсың, даже білмеймін. Не қалайсың сен, сол білмей жүрмін не қалайтынымды, понимаете, да? Жан не қалайды, тән не қалайды, да? Человек бір сөзбен айтқан запутался дейді, да? Өзі түсінбей жүр, өзіне не қалайды, не керек, қайткен дұрыс болады, қайткен дұрыс емес болады. Вообще мен өмір сүріп жатырмын ба деген сияқты адамдарда болады. Әйтеуір бір сүйретіліп жүрмін, әйтеуір бармын, тірмін, әйтеуір көремін, болды. Әйтеуір сүйретіліп бір өмір сүріп жатырмын, да? Осындай жандар. Сондықтан бұл преграданы шешеміз, ашамыз, защитный механизмдер көбінесе үлкен кедергі жасайтын. Сол себептен осында защитный механизмдерді, бетондарды шешеміз, аламыз, ортасына мост саламыз. Жан мен тән бір-біріне үйлесімдік гармония сезіну. Сол кезде адам тәнінің қалауларын түсінеді, және жанының да қалауларын түсіне бастайды. Мына көбінесе мен айтып кетейін, да, паническая атака деп айтамыз, да. Паническая атаканың сұрақтарға жауап берейін. Паническая атаканың синдромдары қандай деп жатады адамдар? Қайырлы кеш, Айгүл Жанабаевна, сәттіліктерін, табыс пен береке тіледім. Аумин, рахмет, сізге де бар жақсылық тілеймін. Қалыңыз қалай? Жалпы мен қазір сендерге мына паническая атака туралы кішкене ақпарат беріп жүрейін. Ол не зат, қандай ауру деген сияқты адамдар түсінбей жатады. Паническая атака деген медицинада, МБК-да ондай диагноз жоқ, паническая атака деп. Паническая атаканың белгілер, симптомдарын айтам. Қазір айтам, аяқ қол дірілдейді, жүрек қатты соғады, тыныс жетіспейді, іш өтеді, сосын қорқыныш адамның бойын билейді, бірден болып қалатын сияқты қатты қорқыныш болады, түсініксіз, сосын бойында бір әлсіздік сезіне бастайды, өзін сенімсіз сезініп бастайды, баяғындай өзін сенімді қызды или жігітті танымайды, денесін расслаблен ұстай алмайды, денесі весь зажим болады ондай адамдардың. Сондықтан басы жиі ауырады ондай адамдардың. Кейбіреулерінде кішкене давление көтеріледі, ойналмалы болып тұрады, иә? Көтеріліп түсіп ойналмалы болып тұрады. Осында симптомдары да, физиологиялық жаңағы паническая атаканың симптомдары осындай болады. Сосын қорқыныш қатты билейді, ұйқысыздық болады, таңертең шошынып оянуы да мүмкін, или ұйықтап қалса бар ғой, түсі әлсіз болады, сосын жатып болмайды, ұйқысы өте сондай болады, ұйқысы нашарлайды. Әсіресе таңертең тұрған кезде аяқ қол қатты дірілдейді, далаға шығатын кезде қорқыныш билейді, ешқайда шыққысы келмейді, үйде отырғысы келеді, бір жерге барудан қорқады, бірден болып қалама деп қорқады.
Сосын іші панкреатит белгілері болады, іші судай панос болып өтеді, қан қысымы көтеріледі, жаңа айттым ғой да, бас ауырады, жүрек қатты соғады, тыныс алу жетіспейді, дем алу жетіспейді. Міне осындай белгілер панический атакында. Енді біреулерде тершем болады, терлейді қатты, денесі қызады, ысады деген сияқты. Аяқ қол дірілеген кезде терлейді да. Вегетососудистая дистония деген болады, я. То есть бұл егер клиникалық психолог ретінде айтатын болса, біздің мына адам деген Алла тағаланың жаратып қойған керемет қой. Денемізде, біздің организмімізде нейрон жүйесі бөліп отырады екен. Стресс кезінде арнайы өзі сұйықтықтарды бөліп отырады денеміздегі стрессті босатуға. Бірақ адам деген чрезмерно көп стресстерде жүре беретін болса, ана сұйықтықты бөлетін нервный системадағы сұйықтық бөлінбей қалады екен. Көрдіңіздер ғой, бөлінбей қалғанда вегетососудистая дистония деп аталады екен, да? Осы бұзылып бастайды, тромболардың бәрі бұзылып бастайды. Сол кезде адамның белгілер аяқ қолдар дір-дір етеді, или тершем болады қатты, волновать еткенде қолдар терлейді қатты, да? Қатты волновать етеді, беспокоить етеді. Вот. Енді организм өзінің қалыпты қызметін атқара алмай жатыр, оған не істеу керек? Көмектесу керек, я? Көмектесу, мысалға, қолымыз кесіп алсақ, ой етіп кесіп алсақ, ол мысалға бір-екі күн ішінде или жабылып болмай жатады, мысалға. Біз не істейміз? Механически көмектеседі да, то есть врачтар тігеді оны, я, тез жазылып кетуі мүмкін. Сол сияқты организмде вегетососудистая дистония өзінің қалыптысын жасалмаған кезде обязательно лекарство ішіп, психологпен бірге заниматься ету керек та, жұмыстану керек. Не болып жатыр? Организмге, денеге көмектесу керек. Сондықтан жан мен тәннің осындай бір ортасындағы панический атаканы айтып кетейін деп отырғаным. Эфир сақтанышы деп жатыр. Панический атаканың белгілері көбінесе мына жан мен тәннің ортасындағы мана айтып кеткен мынандай мост жоқ, екеуінің ортасы айырып тастады, мынандай психика тұр. Понимаете, да? Бұл психикада көбінесе мына заборлар тұрады, мынандай болып, сосын екеуі бір-бірімен бірі келісе алмайды, бір-бірін көрмейді, бір-бірін түсінбейді, я? Мынау басқа әлемде жүреді, мынау басқа әлемде жүреді. Мынау басқа аяқта, мынау басқа аяқ. Екеуінің бір-бірінің ортасында үйлесімділік, гармония жоқ. Сондықтан бұндай адамдар түсінбейді, неге мені айналада адамдар түсінбейді, неге маған көмектеспейді, маған неге қамқор болмайды, ешкім мені түсінгісі келмейді деген сияқты сәл-пәл осындай бір реніштер пайда болып бастайды. На самом деле ол сыртқы қоғамда болып жатырған нәрсе емес, ол ішкі жан дүниесіндегі мына жан мен тәннің ортасында болып жатырған нәрсе. Мына осы шетіндегі мына заборлардың бәрін бетонмен, ағашпен бірдемен қалып тастады, осының бәрін жаймен деп шешу керек, ашу керек, и ортасында мынандай жол болады. Екеуі бір-бірін түсіне бастайды. Яғни адам өзінің жанының қалауын және тәнінің қалауын. Қазір мен шаршап тұрмын, ұйқым келіп тұр, шөлдеп тұрмын, ал жаным болса тыныштықты қалап тұр деген сияқты бір жан мен тәннің ортасындағы бір үйлесімділік болу керек адам ортасында. Сол кезде паническая атака болмайды. То есть бұны енің барлығына болатын себепті түрлі стресстер болады біздің қоғамымызда болып жатырған, да? Сосын стресс, шок деп жатамыз ғой, солар сосын бала кездегі қорқыныштардан туындайды. Екіншісі, мына біздің невроз туралы тақырыпқа қатысты айтатын болсам, бізде невроз деп айтып жатырмыз ғой постоянно, да? Егер неврозбен жұмыс жасайтын болсақ, мына біздің невроздардың бәрі болатын себебі көбінесе біз стереотипке сай өмір сүреміз. Мысалы, анау істеп жатыр, соны істеу керек, мынау бүйтіп жатыр, сөйту керек деген сияқты бір нормативтен қалғымыз келмейді, да? Ол шынымен де маған керек па, керек емес, біз ойланбаймыз, да, мысалға қарап тұрған кезде, да? Я бәленше сөйтіп жатыр, біз сөйтейік деген сияқты. Біз яғни өзіміздің жанымыз бен тәніміздің қалауын ойламаймыз, да? Солай дұрыс шығар деген сияқты мен жүре береміз. Ол мүмкін тәнге керек емес шығар, ол мүмкін жанға да керек емес шығар, мысалы қарап тұрған кезде, да? Біз әйтеуір солай дұрыс болатын шығар деп ойлаймыз, көбінесе сөйтіп өмір сүреміз. Сол кезде біз жанымыздың да қалауын орындатқан жоқпыз, тәнімізде қалауын орындатқан жоқ. Жұрт көпшілік ортада көпшіліктің ойынан шығатындай іс-әрекеттер жасап жатырмыз. Мен жақсы келінмін, мен жақсы ағамын, мен жақсы әкемін, мен вроде бәрін істеп жатырмын, ешкімнің көңілін қалдырмаймын, бәріне көмектесемін, бәрін жағдайын жасаймын деген сияқты қолымнан келгенше постоянно жақсылық жасап жүремін, жүгіріп жүремін, бірақ адамдар мені бағаламайды, адамдар мені сыйламайды деген сияқты адамның көкейінде осындай бір реніш пайда болып бастайды. Бірақ айта кететін жағдай, бұл реніш просто так пайда болмайды. Неге адамдар саралайтын болсақ, егер да психологпен келіп та, мен сразу айтамын, неге ол сені олай істеп кетті? Жақсы, неге? Так, давай біз ол адамды былай сәл сыра тұрайық та, өзіміз туралы сөйлесейік. Неге?
біріншіден сен өзіңді ойламай не істедің, өзгелерге көмектесің. Сен бірінші өзіңнің жаның мен тәнінің қалауына мән берген жоқсың, да? Сен өзіне өзің шынайы емес болдың, я? Сондықтан адамдар да саған шынайы емес әрекеттер жасады, я? Бұның бәрі Алла тағаланың несі көрсетіп отырғаны бізге, я? Егер сен өзіме өзің шынайы болып бастасаң, жаны мен тәнінің қалауына, мүмкін адамдардың бәрі де саған подобно притягивает подобно дейді ғой, дәл сол сияқты саған да жақсы қарым-қатынаста орнат бастайды. Енді жаңа паническая атака деп жатырмыз да, мына ортасындағы мостты екеуін мост алып, екеуін жаны мен тәнді татуластырып, бірімен бірі тығыз байланыс қылып, ортасында үйлесімдік гармониясын орнатқан кезде ғана да бітті. Ол да сыртқы әлемнен нені көре бастайды? Адамдардың сыйлайтынын, адамдардың құрметтейтінін, оған жақсы қарым-қатынас қарайтынын көмектеседі. Біз іштегі жан дүниеміздегі проблеманы шешпейміз, да? Сырттағы адамдарға көмектесіп, оларға не істеп жүреміз? Көбінесе жақсы атақ болып көрінуге жүреміз. Жақсы атақ. Мен сендерге айтып кетейін, ешкімнің бабын таппайсыңдар. Біз күн ыссы болса ыссы дейміз, кондер қос дейміз. Күн салқын қыс болса салқын аяз, тондық дейміз, мысалға қараптан. Адам бабы табылмайды, осындай біз пендеміз, былай қараптан. Ең қолайлы мезгіл көктем әрине, ыссы да емес, жаз да емес, та, мысалға қараптан. Сол себепте адамның көңілін табу өте қиын. Біріншісіндер өздеріңіздің көңілдерін тауып бастанды, өздерін түсініп бастанды. Сол кезде ғана сендер басқа адамдарға да көмектесе аласыздар, оларға да. Себебі өзіңізге көмектесе алдыңыздар, өзіңізді түсіне алдыңыздар. Ол адамда неліктен олай болып жатырған түсіне де аласыңдар, және көмектесе де аласыңдар деп айтқым келеді. Осымен осы біздің алда уақытта қорқыныштар туралы бізде марафон жүреді, Алла бұйырса, қорқыныштардан арылу. Енді фобияға байланысты мен марафон өткізе алмаймын. Неліктен деп ойлайтын шығарсыңдар. Себебі фобия ол біздің неде пайда болады? Архетипте, денемізде пайда болады. Ол үшін арнайы мен тренингте жүргіземін да. Телесін терапия қозғаламыз, зажимдарды денемізден босатамыз. Ал сіздер онлайн артында отырғандықтан мен айтқан техника жасайсыңдар, мәселен мен көріп отырған жоқпын да. Сондықтан қорқыныш туралы техника марафон міндетті түрде жүргізем. Ал фобияға жүргізем де айта алмаймын. Яғни қорқыныш пен фобияның айырмашылықтарын білетін шығарсыңдар. Білетіндер бар ма қорқыныш пен фобияның айырмашылықтарын? Білетін болса, ол туралы түсіндірмей ақ қояйын. Қорқыныш пен фобияны көбісі түсінетін шығар деп ойлаймын енді, бірақ түсінбейтін адамдар бар ма екен осында? Ұялмаңыздар, біздің ең жаман нәрсеміз, біздің мына қазақта сұрауға ұялады екенбіз. Дым білмейтін құсап көрінем ба деп. Онда тұрған ештеңе жоқ. Сұрау ол нормальный нәрсе. Өзіміздің бағалауымызды көтеруіміз керек пе? Сұрау, білмеген нәрсемізді ұялу, ол өзіміздің бағалауымыз төмендете береді одан сайын. Сосын сұрамай қалғасын ойланып жүреміз. Содан кейін бір күмәндар пайда болып бастайды. Я деп жатыр. Аха, хорошо. Жалпы осы қорқыныш пен фобияны ажыратып алсақ жақсы болады. Фобиямен оған міндетті түрде жеке түсіндіріп өтіңізші дейді. Түсіндіріп өтейін. Фобия деген жалпы ол жаңа далаға шығудан қорқады, мынандай лифтіге қараңғы жерде қалып қоюдан қорқады. Фобия деген да. Ал қорқыныштен просто анандай ақшам жетпей қалады, ертең бірдеме болып қалады, жаңағындай осындай мен ауырып қалам ба, мен балаларыма бірден болып қалмаймын екен деген сияқты сондай қорқыныштар. Ал фобия деген ол прям белгілі бір нәрседен кәдімгідей қорқады, прям конкретно да. Далаға шығудан қорқам, ана карусельге айналудан қорқам. Сосын жаңағындай айтып отырмын ғой да, прям помещениядан шығуға қорқатындар бар, сөйлеуге қорқатындар бар, тос айтатын кезде сөйлей алмай қалады. Фобия прям сөйлемейді, бітті қара терге түсіп, бетауыр қызыл денесі бәрі мынандай болып зажим болып қалады да, мысалға да. Фобия. Ал қорқыныш болса бүйтіп өзіне чистить, спокойно тұра береді. Қорқыныш болса да, просто қазір дұрыс айтпай қалды ма деп ойлайды. Ана фобияда бітті, бас жасамай кетеді, контроль жоқ, все бітті. Не істеп тұрсың, қайтып тұрсың, вообще контроль жоқ фобияда да. Қараңғыда қорқып қалады, мысалы, тұрып қалады олар, прям жаңағындай ступор дейді ғой, бітті. Тұрады осылай. Қайтып тұр, не қып тұр, ойланбайды, ештеңе істемейді, прям қатып қалады. Фобия.
Фобия енді сондай нәрсе өзі. Жаңағыдай фобия пауктен қорқады, неден қорқады, прям страшно. Тышқанды көрсе, прям шыңғырып тұрып қорқады. Ол ана жақта кетіп бара жатады. Фобия прям қатты қорқады да, такой. Прям фобия конкретно нәрседен қатты қорқады и өзін контролировать ете алмайды. Өзін ұстай алмайды, бақылай алмайды. Міне фобия деген сондай нәрсе. Енді ол фобиямен міндетті түрде жеке жұмыстану керек. Да? Ал енді қорқынышпен алдағы уақытта марафондар өткіземін. Енді осының бәрі, қорқыныштардың бәрі осы реніштерден пайда болады. Айта кетейін, реніштерден. Біз адамдарға не істейміз, ренжідікті ұмытып кетеміз, или ренжуге болмайды ғой деп өзімізді не істейміз, басып тастаймыз. Болмайды ол ондай адамға ренжу. Хотя біз шынымен ренжіп тұрмыз, да? Ренжіп тұрмыз, тәніміз шынымен ренжіп тұр. Ана адамның сөзі ұнамай тұр. Біз өзімізді ақтап алып, сөйтіп басып тастаймыз. Олардың бара-бара қорқыныштарға айналады екен. Көрдіңіздер ғой да? Сол себептен міндетті түрде психологиялық сауаттандырылу керек. Енді психологиялық сауаттандырылу бізде енді мектепте жүргізіліп отырған жоқ. Психологиялық сауаттандыру институтта да жүргізіліп отырған жоқ. Енді осындай жан-жақты психологтар айтып, енді шығып жатыр. Оған да жақсы, Құдайға шүкір. Жиі көп айта беру. Бір нәрсені қайтадан айта берсе, ол ештеңе етпейді да. Бірде кіреді, екіде кірмейді, үшінші тағы кіреді, закрепление болады деген сияқты. Өз ойларыңызды ашық айтып отыруларыңыз керек біз. Айта алмаймыз өз ойымызды. Ашық жеткізіп отыру керек өз ойымызды. Мен түсінбедім, мен жасаған нәрсем ұнамай қалды ма, неге маған айтып қатты сөйледің деген сияқты айтып отыру керек. Біздер болсақ, өз ренішімізді шығару деген біздер басқаша түсінеміз. Бұлқан-тұлқан болып ұрсу керек, төлесу керек деген сияқты көргенсіз болу керек. Ойбай, мен ондай болмаймын деп тағы да өзімізді тұмшалап бастаймыз. То есть ол біздің басымызда барлығы. Көрдіңіздер ғой да? Барлығы өзіміз. Қорқыныштармен алдағы уақытта жұмыстанамыз, жұмыс жасаймыз. Айтпақшы, аналарға тегін, көпбалалы аналарға тегін қолдау, көмек береміз. Біздің спикерлеріміз дайын емес. Алдағы уақытта. Енді осындай аналарға айта жүріңіздер, естіп жатса, көпбалалы аналар бар. Қазір енді балалар болғандықтан қазір каникулға шығып жатыр деген сияқты. Енді осындай бір айға бізде керемет нелер болады, жеке сеанс, тақырыптар, соларды айтып жүріңіздер. Мүмкін сендердің жаңағы нелеріңіз тиіп қалар, сауап болып қалар. Осындай неге қатысып, көпбалалы аналардың ішінде өзіне керекті сұрақтарын шешіп. Себебі аналар деген, аналарды көбіне сауаттандыру керек. Себебі ана деген балаға қарайды, жолдасына сүйеу болу керек. Ал ана өзі шаршап жүрсе, ана өзі постоянно қорқынышта жүрсе, балалар үшін уайымдап жүрсе, ол қорыққан адам деген саналы тұрғыда дұрыс жасамайды ғой, бәрі наоборот жасап жүруі мүмкін қатты қорыққандықтан. Ол байқамайды, мысалға да. Ол қорқып жүрген қорқынышын балаларды қасында көріп өсуі мүмкін. Балалар біздің болашағымыз, ұрпақтарымыз аман есен болсын десек, жер бетінде қазағымыз дами берсін, көркейе берейік, өсе берейік. Енді бар білгенімізден сол бөлсек, пока сол аналарға көп қолдау керек деп айтып жатырмыз. Айта жүріңіздер. Біздің қазір спикерлеріміз дайын емес. Дайын болса айтамыз. Біздер енді алдағы уақытта июнь айынан бастағымыз келіп жатыр. Айтып жүріңіздер, осындай тегін осындай аналарға көмек қолдау болады деп. Өте жақсы мүмкіншілік. Енді бұл естімей отырған аналарда бар шығар. Мысалға, алдында да бір бір ана тоже 6 баласы бар, өте сондай неде шаршап жүрген ана, жеке сеансқа ақшасы жетпейді, күйеуі тастап кетті, мысалға да. Вот сол анаға да алдында да хабарласып айтып жатыр, өте жақсы екен деп сөйтіп жатыр, мысалы қарап тұрған кезде да. Осында аналар болса айтып жүріңіздер, қолдан келгенше жақсылық жасайық бәріміз. Барлықтарыңызға жақсы кешті тіледім, көңілдеріңіз жақсы болсын деймін. Басқа сұрақтарыңыз жоқ шығар, менде эфирді аяқтаймын, уже 40 минут болып қалды. Енді алдағы уақытта осындай бір қорқыныш туралы марафон жүргіземіз. Біздің өзіміз жабық аккаунтымызда болады, кәсседа. Шығып кетпеңіздер, кім шығып кетіп жатыр, мен қайтып қоспаймын. Енді қайтып қосқанда мен ішінде бір талай адам бар, ішінде мен кімді санап жүрем, кім шығып кетті, кім қосылды деп. Сондықтан шығып кетпеңіздер. Бізде алдағы уақытта қорқыныш туралы уже марафон. Реніш туралы марафонға қатысқан қыздар уже
келесі марафонды тегін өте алады, ал енді осы қорқынышқа келгенде кішкене ақылы болады. Неліктен ақылы болады? Себебі олар уже дайын, мана қорқыныштан өткен қыздар уже дайын. Оларды кішкене ғана сыпырып алу ғана қалды, болды жағымсыз нәрселерінде. Ал жаңадан келіп отырған кезде оларда полностью тазалану керек болады. Сондықтан маған да өте күш нагрузка түседі. Сондықтан ол уже ақылы болады. Кеш жарық дейді Светлана. Кеш жарық, Светлана. Қатысамын дейді. Тамаша. Пока айта алмаймын, енді қашан басталады ол марафон, бірақ жоспарда бар. Енді алдағы уақытта болады деп айтамын, иә. Қазір енді сол коронавирустан, карантиннен бәріміз аты өшкір ғана жана шығып жатырмыз, өзіміз есіміз жинап енді келіп жатырмыз. Былай қарап тұрған кезде маған да оңай болған жоқ, жан жақтан адамдар қатты сондай күйзеліске түсті, неге түсті, шаршады деген сияқты. Енді өзімізге келіп жатырмыз. Енді алла берсе өзіміздің тренингіміз бар, содан кейін мен бір апта демаламын, содан кейін уже расписанием қойып кірісемін. Барлықтарыңызға бар жақсылық тілеймін. Әлемнің бар жақсылығын тілеймін. Бақытты болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Бақыттан бақытқа аман есен жете берейік.